Алла тағала бізге қандай сипаттарын таныстырды Құранда? Самиғ, мен бәрін естушімін деді. Басир, мен бәрін көріп тұрмын деді. Алимун, бизати суду, мен сендердің көкіректеріңдегі ниет пиғылдарының бәрін білушімін деді. Рокибун, мен сендерді бақылап тұрмын деді. Яғни олай болса біз Алла тағаланың назарында ап-ашық. Ол күллісін біледі. Олай болса Алладан абайлаңдар деген сөз не? Алла тағала мені бақылап тұрған, мен де сезіну керекпін енді. Сөйлейтін кезімде Алла тағаланың естуші екендігі есіме түседі. Аллаға ұнамайтын болса сөйлемей қалам. Бір нәрсені істейін деп жатып, Алла тағала көріп тұр, ұнамайтын болса істемей қалам. Соқтан Алланы абайлау деген нәрсе не? Осы Алла тағаланың бақылап тұрғандығын сезіну деген қасиет әркім ертеңгі күніне не істегеніне қарасын деген мағынамен байланысып жатыр. Әрбір жан қарасын ертеңгі күніне не дайындағанына дейді. Ертең өлім сәті келетін күн. Алламен кездесетін қиямет күніне не дайындағанына қарасын дейді. Қашан біз осы Алла тағаланың бақылап тұрғандығын, естуші екендігін, көруші екендігін есімізден шығармаймыз, соғұрлым тақуалық дами береді екен. Сондықтан тақуалық деген нәрсе ол осы айда ерекше түрде жасалу керек. Алла тағала өзі айтады, оразаның сыйақысын мен өзім беремін, өйткені ол осы күні өзіне адал бола тұра тамағын да, суын да және де құмарлығын да мен үшін тастады ғой дейді. Менің білімімді қадірлеп, бағалап, абайлап, қастерлеп жүрді дейді. Тек қана менің разылығымды іздеді дейді, таңертеңнен кешке дейін. Мен сондықтан оразаның сауабы, оны мен өзім берем дейді. Өзім берем деген нәрсесі шексіз сауап жазылады, есебі жоқ оның.